Сәлем достар, сіздермен Сымбат. Бүгін біз қазы жасайтын боламыз. Біз басында қазыларды тұздап балконға қойып қойдық сүрленсін деп. Енді қазір ішектерге салатын боламыз. Біз тағы да аздап қара бұрыш және тұзды араластырып, осылай қолмен сипалап жағып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне енді өздеріңіз көріп тұрғандай, ішекке ақырындап кіргізе бастаймыз. Еш қиындығы жоқ. Достар, біз қатты ұзын қазыны екіге бөліп жатырмыз. Отбасымызға кішкене қазы жететін болғандықтан біз осылай жасап жатырмыз. Сіздер ұзындай салсаңыздар да болады. Және де бұл қазанға сыйымды болсын деп біз екіге бөлдік. Енді біз екі жағынан жіппен байлап бекітіп қоямыз. Қайнаған кезде ашылып кетпейді. Одан кейін біз барлығын морозильникке салып қоямыз. Сау болыңыздар.